Асел не болса, оны сразу картуға бажамыз. Қанша толса? Олар толмай ашпайды екен кастуға. Сен атынан ашып қойсын ба? Қыздар, көбінесе сіздер сұрайсыздар менен, мынаны астына матаны қанша аласыз деп. Мысалы, менің қазір ішкі жағы менде 15-те 15 болды. Мына матасы кішкене жиналды, негізінде 19 сыртын алған мен. Осылай лишний кішкене көбірек алып, сөйтіп көріңіздер. Сол кезде уже білесіздер де қанша мата. Мысалы, 15-те қанша мата кетеді. Кесіп тастайсыз міне. Пышақпен болсын, қайшымен болсын. Қазір мен мынадан 3 қатар қоямын. Көріп тұрсаңыздар, мына қарама қарсы құрақ. Міне осылайдан жасай бересіздер. Неше түрлі вариант былай да бола береді. Көбінесе бұрын біз осылайдан құрайтынбыз, өстіп жасайтынбыз. Біздің клиенттерге мына құрақ ұнайды. Біз осы құрақты қазір жасап жатырмыз. Мынау бізде қазір 60-та 185 сондай болады, көрпеміз кішірек. Қазір көрсем қандай болған. Так, ханымдар, мінекей мен көрпені жинап қойдым, тізіп қойдым мінекей. Мынау менде 65-те 185 көрпе. Мына жерде 10 штук, 3 қатардан 10 қатар, 3-ке 10, короче. Сонымен общий 30 штук. Мына жерде қазір тіккенеге, может, тағы да кішіреуі мүмкін. Сол үшін мына жерге тағы бір қатар жасайсылам. И 33 болуы мүмкін. Мына жақта 2,20-ға жасап жатырмыз. Ол енді қазір 33, 36 и 39 болайын деп тұр. Мінекей мынаның бәрін қойып алдыңыздар столдың бетіне. Мына размер менде 15-те 15 болып тұр. Қазір мен аламда мына жерден біріктірем, екеуін бір-біріне. Мына жерді біріктірем. И бұлайынан полоскалар бір-біріне біріктіріп алам. Кейін мына орталарын біріктірем. Қазір жасаймыз. Так, мінекей мен мыналардың бәрін бір-біріне былай біріктіріп алдым. Инемен осылай қысқа-қысқа. Қазір бірінші осыларды бір-біріне біріктіріп алам. Содан кейін қоям да бұлайынан қойып, и мына линияларды қосып алам. Осылай 2-2-тен, 3-3-тен белгілеп бір-біріне біріктіріп алам, потом бір-бірін біріктіретін болам. Хандар, мінекей мына құрақты біз бітірдік. Аузына потайной замогын салдық. Чехол бізде заказға тек қана чехол келді. Астар матасын клиент өзі алып келді. Кейін мыналар бізде 15-те 15 шықты. Мынау енді 60 болды ені. Ширинасы біреуі 2,20, біреуі 185 болды. Ұзындығы дегенде. Соған қарай бізге сырты қызыл болсын деді. Алдында біз сырты жасылын жасағанбыз, енді қызылын жасадық. Сіздерге қайсы ұнап тұр? Неке қырынан, мына жерде қарасаңыздар, мен қарама қарсы құрақ, е? И осыдан 3 рет жасасаңыздар, жақсы. Или 4 рет жасау. 2 рет жасасаңыз, онша қызық болмай қалады. 3-еу или 4-еу сондай жасаған жақсы. Чем больше, тем лучше. Неке бағасын беріп қойыңыздар.